Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Өтпеновпен кездесті. Кездесуде руханият саласындағы мәселелер қозғалды. Түркістан қаласында құрылыс жұмыстары жүріп жатқан Қылует рухани мәдени орталығынан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы имамдарының білімін жетілдіретін Ислам институтын ашу бастамасы талқыланды. Түркістан киелі жер, рухани орталық, жаңа жылды қасиетті Түркістандағы игі істермен бастап отырғанымызға қуаныштымыз деген Наурызбай Қажы Тағанұлы игі іске бастама болып отырған облыс басшысына алғысын жеткізді. Кентау қаласындағы 4,5 мың квадрат метр құрайтын үлкен медресе колледж салынып жатыр. Соның құрылысымен таныстық. Және Келует мешіті өзіңіздің тікелей қолдауыңызбен құрылыс жұмысы жүріп жатыр. Өзіңіз жақсы білесіз, тарихи мешіт. Кезінде хан мешіті аталған. Ол жерде талай біздің ел билеген тұлғалардың, біздің аталарымыз, бабаларымыз, әулие аталарымыздың намаз оқып маңдайы тиген, сәждеге тиген жер, сондай киелі қасиетті жер. Оны өзіңіз жөндеуден өткізіп елге иншалла белгілі жоспарланып беруді. Алла сол ниетіңізді қабыл етсін. Сол жердегі мешіттің тарихи мешіт жаңғырып жатыр ғой енді. Қасынан үлкен қасиетті жер, үлкен имамдардың білімін жетілдіретін орталық ашылып жатыр. Алла қаласа қиямет қайымға дейін сол ғимараттар тұрсын. Және сол жерден оқитын имамдарымыз, біздің халқымыз намаз оқитын Алла қаласа дуа тілектер қабыл болып, Түркістан деген жаңамен мешіттің ашылуында айтылады халыққа. Ол дәстүрдің, ұлттың құндылықтарының негізін осы жерден бастау болады. Сондықтан осы жерде жақсы дүниеде болса, бүкіл біздің елімізге тарайды. Сондықтан қасиетті жердегі осы жақсалып жатқан қасиетті біздің мешітіміз, институтымыз аман-есен құрылыс жұмысы сәтті аяқталып, елдің игілігіне беруді Алла тағала нәсіп етсін. Ал аймақ басшысы Дархан Сатыбалды Түркістан рухани астана болғандықтан біздің шаһарға көбірек көңіл бөліп отырсыздар. Шаһарда Ислам институтын ашу туралы бастамаға қолдау көрсеткеніңіз үшін ризашылығымызды білдіреміз деді. Енді өзіңіз білесіз, түркі тілдестердің рухани астанасы болғаннан кейін енді сіздерде кішкене руханиға орталық болғаннан кейін көбірек көңіл бөліп отырсыздар. Тағана отырған кезде өзімізбен жоспарлаған бөлістік. Қалай біз жақтан да бір қолдау болса екен деген сияқты. Соларда жастарымыздың тәрбиесі туралы, жастарымыздың жолы туралы. Соларда өзіміз әдемі айтып бердіңіз. Сол бағытта бірлесіп жұмыс істейміз деп бастап та кеттік деп айтсақ болады. Ереген келіп, ана жол келіп, біраз өзінің ойларын, жоспарларын айтып, олардың қолымен қолдаймын. Қылует рухани мәдени орталығында көрме орталығы 500 адамға арналған құлшылық орны. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы имамдарының білімін жетілдіретін Ислам институты салынуда. 100 орынға арналған дәрісхана, 60 орынға арналған кітапхана, 120 орынға арналған жатақхана, 60 орынға арналған асхана салу көзделген. Бұл ірі жобалар демеушілік есебінен жүзеге асады. Бүгінде Түркістан облысындағы мешіттерде 1000-нан астам діни қызметкер бар, ал 5 өңірде 2000-нан астам өкіл қызмет етеді. Аталған рухани орталықта Қожа Ахмет Яссауи еңбектері мен ғибратты хикметтеріне ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу Түркістан, Жамбыл, Қызылорда, Ұлытау облыстары мен Шымкент қаласының дін саласында қызмет атқарып жүрген имамдардың білімін жетілдіру көзделіп отыр. Сонымен бірге имамдарға терең білім беру, тарихты, классикалық еңбектерді оқыту, араб тілін жетік меңгеруіне ықпал ету, діни мәселелерді түсіндіру қабілетін арттыруда жоспарланған. Дін ғұламалары мен теологтар дәріс береді. Айта кетейік, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы мен облыс әкімінің орынбасары Бейсен Тәжібаев Қылует рухани орталығының және орталық құрамындағы Ислам институтының құрылыс барысымен танысқан болатын. Орталық биыл ашылады деп жоспарлануда. Балауса Оспан, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.